Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін бізде қонақта жаста болса бас болып жүрген кәсіпкеріміз. Біз өткенде бұл подкасты бастардың алдында жалпы кішкене опрос жасаған болатынбыз. Аяққа тұрған кәсіпкер түсірейік па, жоқ әлде кәсіпті бастап жатқан, кәсіпке келіп жатқандар түсірейік па деп. Біраз жаңағы адамдар жазды, екеуін де түсіргендеріңіз дұрыс болады деп. Енді қазір сол кәсіп саласына жастайынан келген, өзінің тәжірибесімен қалай осы салаға келгенін, қазіргі таңда қалай болып жатқан және болашақ жоспары қалай болатынын бізбен бөліспекке келіп отырған ініміз Нұртай Асылбекұлы. Енді ары қарай тағы да қазір әңгіме барысында болашақ жоспарларымен бөлісе жатармыз. Қош келдің, Нұртай бауырым. Қош көрдік, рахмет шақырғандарыңызға. Нұртай бауырым, енді алғашқы сұрақ, жалпы осы кәсіпке келуіңе өзіңе не себепкер болды? Бұл салаға келу себебім кішкентай кезімде бастауыш сыныпта анам қайтыс болғаннан кейін бірден бір себеп осы. Ары қарай аяқта тұру керек болды, арттағы іні қарындастарды жеткізу керек болды. Үлкен ағаларымыздың ақылын тыңдадық, қай жаққа барайық, не кәсіп істейік, қалай барайық, қандай қызмет көрсетейік, қандай оқу оқиық деген сондай бір нұсқау, қолдау болды. Демек, бұл кәсіпке келуге себеп болған жаңағы артынан ерген іні қарындастарыңа қамқорлық. Бірден бір себеп сол. Бірден бір себеп қамқорлық. Жалпы бұл кәсіпке неше жастан бастап сонда қадам баса бастадың? Кәсіпке 12 жастан. 12 жастан. 12 жастан алғашқы қадам қалай сонда? Бірден кәсіпке келдің ба, немесе бұл қалай болды? Жалпы келу процесі қалай болды бұған? Ойлауым мүмкін, мынау қалай 12 жастан бастап қалай кәсіпке кіріп кеттің деп айтып отыр деп. Мектеп кезінде жаңа каникул уақытта 25 мамыр каникул бірден біте салғанда Алматыға пойызбен тарттым. Ағамдар ол кезде жаңа базарларда, ол кезде контейнерлер, базарлар енді құрылып жатқан кез. Каникул кезімде барам, әртүрлі жаңа жақта грузчик болам, көмектесем, әрбір ісіне анда барып кел, мында барып кел, бірлігіне жарап, өзімнің сол сол оқу құрал, әйтеу біреуге қарақ болмау деген сияқты болды ой. Сол кісілер өздері жаңа қызмет қылдым, сатушы болдым. Әрбір затты осы құрылыс материалдарына қатысты заттарды зерттеп, қарап, әртүрлі не қайда қолданады, мынау не үшін керек деген сияқты заттарды зерттеп, солай опытпен осылай келдік. Жаңағы бір сөзінде айтып қалдың, оқу құралдарын қамтамасыз ету деп, иә? Әкеңіз бар ма? Әкем бар. Әкеңіз бар. Бірақ сіз қалай сонда? Салмақ салмау, үйдің үлкені болғаннан кейін арттағы інілерің егер маған ол кісі балам сен өте жаңағы мәпелеп, енді әрине мәпеледі, жаңа тұңғышы болғаннан кейін әрине әрбір отбасыда өзі тұңғышы барлық махаббатын береді, барлық өзінің назарын береді. Одан кейін артына іні пайда болғаннан кейін болды, назардан қаласың. Сол жеткілікті, сол болған назарды жаңа анамның, әкемнің, үлкендерімнің, апамның, атамның сол назарының арқасында жаңағы бір түртпектеп ойым болды. Мен егер мені асырайтын болса, бұл кісілерге, бұл менің артымда қарындастарыма, бауырларыма назары жетпейді, немесе ол кісілер қиналмасын деген оймен сол жаздағы каникулымда барып, оқу құралдарын алып беріп, киімдерін алып беріп, өзім тапқан ақшама өзім киініп, оқу құралды бір жылға жететіндей қор жинап алып, сондай мақсатты ой болды. 12 жастан бастап ақшаның дәмін сезіне бастадың. Иә. Өзің тапқан ақша біреуге есеп бермейді екенсің бе? Бермегенде ол кісі айтпайды да. Қайда жұмсадың, не болмаса, қайда кеттің, не істедің деген болмайды да. Өзің таптың, өзің жаңағы біреу 2000 теңге берсе, ол бір 200 теңге сияқты болуы мүмкін, барасың алып тастайсың, құрт тастайсың, құнсыз. Ал өзің тапсаң, жаңағы 20 мың тапсаң да, оны 1000 теңгесін анда, 2000 теңгесін мында, бір 5000 теңгесін келесі аптаға сақтап қойын деген сияқты жаңағы жоспармен, план құрып, жоспармен әрбір ақшаның дәмі болады да. Демек, 12 жастан бастап ақша табуды үйрендіңіз, ақшаның құнын түсіндіңіз, және сол тапқан ақшаны жоспарлай бастадыңыз. Жоспарлы түрде жүйелеп, мынаны анда, мынаны мында жұмсайын деп. Ең алғашқы тапқан табысыңыз қанша болды? 300 мың шығар. 300 мың? Иә, ол кезде 100 Ол қай жылғы еді? 2009-2010 шамамен. 2009-2010-да 300 мың дегеніміз көп ақша қазір. Әрине. Былай қарасаңыз, қолыма түк тимеген сияқты, бірақ оқу құралдың өзін мен бір 100 бәлен паймен қалатынмын. Жаңа барахолкадан, Алматыдағы жаңа көтерме базардан барып күнде алып жүрген
әр жыл сайын аламын, бір точка бар, барам, ол кісі төмен бағамен береді. 100 мың, 150 мыңға дейін оқу құрал жинап аламын. Тағы да бір 100 мыңға киінем, сонда шамамен шаққанда сол 100 мың. Былай қарасаңыз түк алмаған сияқтымын, бірақ бәрі материалдық немен де. 3 ай жұмыс істеп 300 мың таптыңыз. Иә. 3 айда жаңа грузчикте болдыңыз, сатушыда болдыңыз, барлығын жасай бердіңіз, иә? Барып жаңағы сол жерде жұмыс істейтін ағаларыңызға көмектесіп. Контейнерде. Еңбекке баулай бастадыңыз. Бұл қанша уақытқа дейін жалғасты? Енді нақты жаңағы кәсіби деңгейсіз бұл 2012-ге дейін жаңағы барып келіп әшейін бос уақытта ғана. Ал одан кейін жаңағы уже бірінші ауылдан бастауыш мектептен қалаға және интернатқа ауысып гимназияға. Одан кейін гимназияны 9-шы сыныптан бітіргеннен кейін Алматыға колледжге түсіп, ары қарай университет оқып, сол университет кезінде өзі басталды нақты кәсіби түрде. Кәсіби түрде деп сіз қазір нені айтып отырсыз, соны түсіндіріп кетсеңіз? Кәсіби түрде дегенде енді қол астымда өзім адам басқарып, жаңағы жүйелі түрде жүргізу дегенді, кәсіпті жүргізу, өз мойныма алу дегенді. Сразу адам басқарып кеттіңіз ба сонда? Не істеп, қалай басқардыңыз адамдарды? Енді ойымыз жаңағы конкуренция болған себептен жаңағы басқа точкалар ашу керек болды, қалаға жақындау керек болды. Сөзіңізді бөле кетейін, басқа точка ашу керек болды дедіңіз, ненің точкасын? Ол кезде енді ағамның Алматы қаласында жаңа шет жақта Қапшағай трассасы маңайында өзінің жаңағы точкалары болды, уже істеп тұрған көтерме сауда орны болды, жаңа базарға таратады, сөйтіп болды. Содан кейін не таратады? Құрылыс материалдарын. Құрылыс материалдары, цемент, жаңағы ішкі әрлеу жұмыстарына қатысты. Содан кейін ол кісілер жаңа орын ашу керек болды. Сол орынға мен бірден тәжірибем уже жеткілікті үйренген, білем, әрбір аттың түр-түсін қайда қолдану керек, қалай қолдану керек, кеңес бере алдым. Аттарын жаттадым, материалдардың қайсысы қай жақта қолданылады, қай жақтан келеді, қай жақта өндіріледі, қандай шығыны, қандай өзінің есебі бар деген бәрін біліп, сол 2012 жылдан бастап сол жаңа точкадан ашып, өзі кезде 8 адам ғана жұмыс істеп бастағанбыз. 8 адам сіздің қол астыңызда жұмыс істейді. Жасыңыз қанша деді ол кезде? Ол кезде жасым 19-да. 19-да. 19-да сіз бірінші кәдімгі кәсіпкер ретінде қалыптастыңыз, иә? Қол астыңызда адамдар алып жұмыс істеп. 19 жаста адам басқару қалай екен? Енді қазір ойланасың, енді мүмкін адамдардың жаңағы жинаған командаға байланысты деп ойлаймын. Енді кейде мынау жас бала ғой деп ондай тыңдамаған кезі болмапты, қарасам. Жаңағы басшыға бағынған құл болмайды дейді ғой. Мүмкін сондай стереотип болды ма екен адамдарда. Енді өз орнымызбен мен енді жаңа айтып отырмын ғой, грузчикта болдым, водительда болдым. Жаңағы бір грузчигім егер үлгермей жатқан жағдайда мен өзім осындай таза киіммен тұрып та барып цемент лақтырып жіберетінмін. Жаңағы водитель келмей қалды ма, или доставка жаңағы рейс жеткізуге үлгермей қалды ма, өзім отырып өзім кете беретінмін. Сол сияқты кейде жұмыс біткеннен кейін түнгі 10-11-де де өзім пол жуып тастайтынмын. Мүмкін сол жаңағы қарапайымдылықтың арқасында болуы мүмкін. Жанымдағы адамдар да қарапайым болып, өзіме керісінше жүктемей, бірлесіп кәдімгі команда болып жұмыс істедік деп айта аламын. Қазір жасыңыз нешеде? Қазір жасым 26-та. Қазір 26-та. 19 жасыңызда бастадыңыз, иә? Қазіргі түріңіз шынын айтқанда 19 жастағы жігітке ұқсап тұр да, 19 жаста мүлдем бала сияқты көрініп тұрды ма деп ойладым да, қазір ішімнен ойлап. Енді бір алдыңа бір жап-жас мектептің баласы сияқты біреу келіп сені басқарып тұрса қалай болады дегенім ғой. Енді бұл жалпы қазақ өзі былай қарасақ, біздің қанымызда бар да, анандай біреуге бағынуды қатты қалай бермейтін халықпыз да. Өзімізге өзіміз би, өзімізге өзіміз төре болып еркін жүріп үйреніп қалған халықпыз ғой. Сонда енді анау кішкентай бала келіп саған ананы істе, мынаны істе деп үйретіп, бір 30-дан асқан 40-қа келген адамға жөнсілдеп үйретіп тұрған ана эгосына тимеді ма екен деген ой келіп тұр да жаңа. Жоқ, жаңа мен айттым ғой, енді ол контейнерде жаңағы енді бұл отбасылық бизнес десек те болады. Себебі мен жаңа каникул кезінде келген кезде сол енді 2000 былай айтсам 2007-те бастаған кезден бастап жаңа сауданы. Сол кездегі бізде грузчик болып кірген адамдар бар. Әлі күнге дейін. Қазір мен қанша жыл өтті? 15 жыл өтті ма шамамен? Сол 15 жылға дейін әлі істеп жүрген адамдар бар. Енді мен жаңағы жазғы уақытта келген кезде олармен бірге бірлесіп бір дастарханда тамақ ішем, көмектесіп үлгермей жатса көмектесем, апанан апарып кел десе апарып келем, бірлесіп бірге күнде қасында таңнан кешке дейін болдым десем де болады да. Сол себепті мен егер
бір басқаруға бірден жай топ ете қалып отыра қалып, мә саған мынау басқаратын орны, міне мыналарды басқар, мынау сен саған десе, мен мүмкін егер сол тәжірибеден бүйтіп сатылап көтерілмесем, мүмкін мен басқаша болатын едім деп ойлаймын. Әлі тәжірибем жеткіліксіз, бір-екі жылда шейін топ ете қалып отырып, бір адам басқарусам, бұл дәрежеге жетпейтін едім деп ойлаймын. Сол себепті жаңа адамдардың да көзқарасы, ойы, маған деген көзқарастары, сүйіспеншіліктері, мейірімдері жаңағы інісі, бауыры ретінде бір қарады, одан кейін жаңағы ары қарай сатылап көтерілгеннен бастығы ретінде қабылдады. Демек, бұл жерде сол саланың маманы болып тұрғандықтан, сенде білім болып тұрғандықтан, сені тыңдамасқа басқа шара жоқ. Иә, фундамент бар. Иә, сен астыңғы жаңағы ең төменгі сатысынан бастап жоғарғына дейін көтерілдің, барлығын біліп тұрсың, саған қарсы ештеме айта алмайды. Демек, сен бізде қазір андай бір сөз қалыптасқан ғой, анау үлкен басшылардың балалары кейде топ етіп бір үлкен жерге отыра қалады да енді. Соны жаңағы халық арасында айтады, парашютпен секіріп түскендер деп. Сенде парашютпен секіріп түскен жағдай болған жоқ қой? Жоқ, ондай жағдай болған жоқ. Астынан көтерілдің, иә? Окоптан бастап деп. Дұрыс. Анау алғашқы миллион қай жылы таптың? Енді қалай бастадық дегенде, енді білмеймін, бір стратегия деп айтайын ба, әлде енді ол бір көрсе қызарлық емес деп ойлаймын енді өзім. Жаңа жұмыс уақыты графигі сағат Алматыда 7-де жұмысты бастап қоятымыз. 7-де. Елдер 9-ға жұмыста келіп жатқанда біз 7-де бастап, жаңа таситын тасып, жинайтын жинап, қабылдайтын қабылдап, сондай болатын. И соңғы жұмыстың біту уақыт жоқ еді. До последнего клиента. До последнего. 6 деген әйтеуір жазбада бар, бірақ сағат 8-ге дейін кетіп қалады. Кейде 12-11-ге дейін, кейде таңға дейін кеткен жағдайларда болған. Сол себепті жаңа кейбір клиенттер болады, мен алып кетейін деп едім, жауып қаласыңдар ма? Жоқ, жарайды, болды. Келсеміз, келеді, 6-тан кейін тиеп алып кетеді. Сондай бір жағдайлар болды. Команда соған келісіп отыр? Команда әрине келісті. Себебі енді ары қарай менің табысым өссе, оның жалақысы өседі деген стереотиппен айтып, егер сол біздің орындап жатқан объемымыз өссе, оның да айлығы өседі деп, өзімізге бір жұмысшыларға талап қойдық сондай. Кәсіпті аштыңыз, кәсіпкер болдыңыз, бастық болдыңыз. Енді бұның өзінің бір сезімі бар ғой. Бастық боласың, кәсіпкер боласың. Алғашқы бір 10 миллионды үйге әкеп, дастарханға қойып, мынау түскен ақша деген қай уақытта болды сол? Кәсіп ашқыздан кейін, 1 айдан кейін ба, 2 айдан кейін ба? Жоқ, бірден болған жоқ әрине. Бірден болған жоқ. 1 жылдан кейін десем кем емес шығар. Себебі аяқтан тұру керек болды. Өзіңнің кәсібіңді ашқаннан кейін, қоласында 8 адаммен жұмыс істеп бастағаннан кейін, 1 жылдан кейін 10 миллион пайда көрдің, иә? 1 жыл уақыт кетті соған. Бұл Алматыда болған жайда? Бұл Алматыда болған жайда. Нұрсұлтанға қашан көшіп келдік? Нұрсұлтанға 2018-де. 2018 жылдың наурыз айында. 4 жыл болды, иә? 4 жыл болды қазір. Қаншалықты масштабта қазір өзгерді? Алматыда ашылғанмен қазір Нұрсұлтанға келген екен ғой. Енді мен сол қазір 2012-2015 кезіндегі Алматыдағы істеген жұмысымды қарасам, былай қарасаң түк те емес. Бір мектептің баласы істеп тастайтын жұмыс екен деп ойлаймын қазіргі уақытпен салыстырғанда. Енді бұл жердегі масштаб бүкіл Ақмола облысы, Астана, Нұрсұлтан қаласы бойынша жаңағы көтермелеп сату, жаңағы базарларға, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге, жаңағы үлкен BI Group, Хайвил, үлкен Азиядағы үлкен мешіт, символ салып жатқан мешіт, солармен компаньонбыз, жаңағы материалмен қамтамасыз етеміз оларды. Масштаб осындай. Бұл жаңағы көтерме сауда болғандықтан сіздерде склад, иә? Иә. Склад. Вагондармен келеді. Бұл қай жақтан келеді товарсын? Астана, Алматы қаласы бойынша Кнауф деген немістің бренді. Ол гипсокартон, жаңағы қабырғаларды қаптау, профиль, жаңағы сылақ материалдарын шығаратын завод. Ол негізі Қапшағайда орналасқан. Негізі тікелей сол Қапшағайдан келеді. Қазақстанның өнім, технологиясы немістің технологиясымен. Ал қалған басқа да заттар жаңа Россиядан келеді, Башқұртстаннан, Татарстаннан. Кнауф деген жаңа брендтің франшизасын алып, Қазақстанда өндіріп тұр ма сонда? Жоқ, тікелей Германиядан. Тікелей Германияның. Германиядан Қапшағайға келеді, Қапшағайдан сіздерге.
Жоқ, Германияда ол станок десем болады Қапшағайда. Кейбір заттар ғана бұл жақта өндірілмейтін зат қана Германиядан немесе Москвадан келеді, Россиядан. Ал қалған заттар Қапшағайда негізгі кәдімгі станоктар, технология ғана шетелдікі, қалған материалдар, қоспалар өзіміздің отандық өнім. Сіздердің сатып отқан тауарларыңыздың қанша пайызы бізде нақты Қазақстанның өзінен өндіріліп жатыр? 80%. 20% сырттан келеді. 20% сырттан келеді. Мен әңгіме барысында Кнауф деген неміс компаниясы дегенде ойладым да, барлығы Германиядан келеді екен деп. Демек 80% өзімізде өндірілсе, сіздердің обороттарыңыздағы 80% ақша қалып жатыр, өзіміздің елде. Жалпы маржанаңыз қандай бұның? Енді біз көтерме болғандықтан барынша аз пайдамен, бірақ жоғары көрсеткішпен объеммен, көлеммен. Мен бір вагонды пландамаймын, бір айда, бір декада, квартал деп айтайын, 3 айда мен жоқ дегенде 50 вагон, 40 вагон сату деген деңгей қоям өзіме. И ол заводтың да сондай талабы бар, әрбір квартал сайын осынша вагон деген план қойылады. Егер ол план орындалмаса ше? Егер ол план орындамасаңыз, бәрібір бар, ол жыл соңына дейін келесі кварталда тағы 10 вагон болатын болса, ана кварталдағы 5-еу ғана істесең, 15-ті сол келесі кварталда істеуің керек. Ол міндетті түрде істелу керек. Егер ол істелмеген жағдайда, былай айтқанда дилерствоны алып қояды. Сіздердің қолдарыңызда келісім шартты, условияны сол көрсетілмесе басқа адам, көрсететін адамды іздейді. Жалпы өзі біз соңғы кезде мына кәсіпке деген бізде Қазақстанда үрдіс жақсы дамып жатыр. Көбісі кәсіп ашқысы келеді. Жалпы Қазақстанда емес, әлем бойынша кәсіп деген қарқынды дамуда ғой. Жалпы бұрын біз білмейтін, мысалы, стартап деген сөздер пайда бола бастады. Новшество, технология, программа ойлап тауып, аяқ астынан байып кету деген мақсат қойғандар көбейіп кетті деген сияқты. Енді кәсіптің әртүрлі жолдары көп қой. Жалпы бүгінгі таңдағы Қазақстанда кәсіп ашып жұмыс істеу қаншалықты оңай, қаншалықты қиын? Өзіңнің қажырлы еңбегіңе, жатпай тұрмай, талмай еңбек еткеніңе байланысты, қалғаны одан кейін шешілетін жағдай негізі. Білім керек па жалпы? Әрине, кейбіреу кәсіпті ашады да, мен көлік алып алсам, не болмаса үй алып алсам деп ойлайды. Білмеймін, негізгі мақсат ол кәсіпті жүргізу, одан кейін егер аяққа тұрғаннан кейін, негізі кәсіптің бәрі 4-5 жылда ғана аяққа тұрады ғой, кез келген жақсы оборотқа шығу үшін. Сондықтан сондай ойды құрту керек, мен көлік алуым керек деп, көлік алуым керек, не болмаса үй алып алуым керек деп. Бірінші кәсіпті тұрғызып, тек өзінен шыққан ақшаны өзіне салып, өзінен оборот жасап, артылғанын ғана откладывать етіп, бөлек қойып, сөйтіп істеген жағдайда болады. Егер кәсіпті ашасап, содан түскен азын-аулақ қаржыға машина мініп алсаң, үй алып алсаң, басқадай бір шетелге қыдырып қойсаң, бұл кәсіптің банкроттыққа апаратын жолына апара ма? Бірден бір себебі деп өзім айтам. Неге десеңіз, енді шетелге жарайды, ол енді мен өзім шетелге Алматыда 3 жыл тынбай жұмыс істегеннен кейін әрең дем алғам. Былай қарасаңыз, енді бастық адам любой момент кетіп қалса да болады ғой. Бірақ ойдың бәрі, концентрацияның бәрі сол жұмыста болды да. Солай көлік міну емес, болмаса мінсең де жарайды, егер артылған жағдайда арзан көлік мін. Салоннан емес, 20-30 миллионның көлігі емес. Кәсіпкер Нұртай алғашқы машинасын қанша жылдан кейін алды? Сол 3 жылдан кейін алған шығармын. Қазіргі мініп жүрген көлігің салоннан алған ба, жоқ қолдан алған ба? Қазіргі көлігім салоннан. Демек, белгілі бір уақыт өткізген кейін салоннан көлік алуға мүмкіндігің болды. Жалпы мүмкіндік бар ма, бірақ былай кәсіпкер ретінде енді салоннан алуға болады деп шешім қабылдап тұрсың өзіңе? Мен Астанаға келген кезде көлігім, сол алған көлігімді жүк көлігіне ауыстырып жібердік. Жұмысқа? Жұмысқа. Енді сол алғашқы көлігім, Астанаға келдік, үйімді әтеге складымызға жақын жерден алдым, алыс болмасын деп. Ол көлікті сөйтіп жүк көлігіне ауыстырдым, 20 тонналық. Сөйтіп ауыстырып 3 жыл көліксіз жүрдім Астанада. Жаяу дегенде служебный машиналар болды, акцент, төменгі.
әйтеуір барып кел, шауып кел, малая литражка деген сияқты. Сол көлік, 3 жыл көліксіз жүрдім. Одан кейін аяққа тұрып, барлық жұмысты жүргізгеннен кейін енді болды істедім, бір деңгейге жеткіздім. Енді өзім үшін мінейін деген сияқты алып мінейін, көрейін, комфорт сезінейін деп алған уақытым. Қазір жылдық обороттарыңызды айтып бере аласыздар ма? Иә. Қанша? Енді соңғы 2021, енді 2018-2019 айтпай ақ қояйын, ол кезде жаңа менталитет, жаңа орта, жаңа қала, жаңа адамдар, ол кезде енді оборот өте төмен. Енді дәл қазір 2021 жылдың обороты 2,5 миллиард болды. 2,5 миллиард ол жаңағы выручка емес, айланым ғана. Налогқа көрсеткен жаңа айланым. Әрине, ол бізде де мысалға мен тәжірибем қаншалықты көп болды деп айтсам да, бәрібір жаңа, әр кезде бір жаңа қиындықтар, жаңа өзгеріс, жаңа бір материалдың түрлері, ол өтпейді, әкеп қоясың тұрады. Сондықтан енді адамдарға бәрі жүре келеді. Көресің, қиындық болады. Бірде банкрот, енді мысалға біз Астанаға келе салғанда шамамен енді 2 жыл жалпылама нольға жұмыс істедік деп айта аламын. Бірінші жылы минусқа, екінші жылы нольға. Нольға деген себебім жаңа шығынның бәрін жапқандағы өз-өзін ғана жаңа пайда емес, тек қана келешекке 5 жылға, 10 жылға план құрып қана осы деңгейге, осы жарайды, шыдайық, не болса да шыдайық, ептейік деген оймен ғана жеткен деңгейіміз. Сондықтан енді басқа адамдарға айтарым кеңесім, жас болсын, үлкен адам болсын, ол кәсіпті бастау негізі кеш емес, кез келген уақытта. Ерте болсын, бастаса да жаңағы басы-қасында негізі өзің болған дұрыс, кез келген кәсіпте. Ол біреуге тапсырып қойған кәсіп мүлдем бөлек. Егер ол біреуге тапсырып қойған кәсіп, егер система дұрыс болып өзің қадағалай алсаң, меніңше дұрыс болады. Ал егер кәсіпті ақшалай мен бүйтіп қоямын, басқа адам жүргізеді десе, ол енді кішкене біреудің ақшасы біреуге жоғым болмайды. Жалпы бұл кәсіппен айналысу үшін бір несие, банктен бір ақша алу, қарыз алу, туысқаннан қарыз алу дейтін болды ма? Енді ол кездегі оборот әрине ауылдағы мал су. Біз енді өзіміздің әке-шешеміз Монғолиядан 92 жылы көшіп келген, және Өскемен қаласында орныққан. Ол кезде енді совхоздың кезі мал су, әлі күнге дейін хозяйствомыз бар ауылда. Сол жақтан болған көмек десек те болады негізі. Демек, қазір ауылда бір қолында бір 3-4 ірі қарасы бар адам баласына сол малын сатып, осы сіздердің айналысып жүрген кәсіптеріңізбен айналыс деп жіберсе, ол қалаға келіп сонымен айналыса ала ма осы сіздердің салаларыңызда? Иә, айналыса алады. Иә, енді ол бірден жаңа мен айтып жатырмын ғой, біреуге мынау 2,5 миллиард деп адамға ол әрине үлкен сума. Бірақ ол сумаға жету үшін біз қаншама еңбек еттік, қаншама талдық, қаншама күн-түн қан кетті, ұйықтамадық, қаншама нервіміз. Бірақ бұл жерде көтерме болғандықтан да жаңағы барынша қажырлы еңбектің арқасында ғана жеттік. Адамдар ойлайды, біз де қазір бірден ашсақ, осындай миллиардына кетеміз деп. Жоқ. Ол 1000 теңге тұратын затты біз маржинальность мысалға басқа жерлерде 40% болса, бізде мысалға 10 мен 20 ғана болуы мүмкін. Даже кейде 2% болуы мүмкін. Ол жаңа мен ары қарай өзімнің перспектива компаниямды салған жоғарылату деңгейім ғана деп есептеймін да, өзім 0-0 мен жабамын. Ал енді жаңадан кәсіп бастайын деген адамдарға бір ғана кішкене жер ғана алып, бізден мысалға материал алып, мен өз саламды ғана айтып жатырмын. Басқа саланы енді әрине ол айналыссаң айта аласың ғой. Біздің заттың майда-шүйде жаңағы плоскогубцы, шеге, шуруп, сондай сияқты кішкентай ғана, шағын ғана магазин ашып, заказды онлайн бірден қабылдап, келген тірі адамнан ғана қабылдап, солай көтерілуге болатын мүмкіндік бар негізі. Демек, жаңағыдай белгілі бір қаражатпен келіп, сіздерден жаңағы алып, апарып сатуына болады, иә? Солай бірден тікелей адамнан келген заказ түскен жағдайда ғана ол кісіге мысалға мен сияқты 4-5 вагон кішкентай жерге сақтап керек жоқ. Ол өйткені білет, бізде складымызда жаңа сақтаулы орын бар, жетеді, товар жеткілікті деген сияқты оймен тұрады да, заказды қабылдайды да, жаңа өзінің үстіне жаңа 5-10 теңгесін қояды да, ары қарай сатып күнін көруге мүмкіндік бар негізі. Складтарыңыз қанша квадрат? Складымыз 80 соттық. Жер 80 соттық. Иә, жер 80 соттық.
Вагондар тура кіреді ма? Иә, вагон тура ішінде 5 вагон сияды. Өзінің пандусымен жаңа затты түсіреміз, сол жерде ешқайда алысқа бармайды. Жаңа погрузчиктеріміз кіреді де түсіріп, сол өзінің орнына жинайды. Ол арендада отырсыздар ма сол жерде? Жоқ, жер өзіміздікі. Жер өздеріңіз сатып алдыңыздар, иә? Қазір нақты сіздің айналысып жүргеніңіз, былайша айтқанда алыпсатар, иә? Қазақтың қарапайым тілімен айтқанда алыпсатар. Алыпсатар, иә. Енді жалпы өзіңіздің ойыңызда, жоспарыңызда бар ма алыпсатардан өндірушіге айналу? Әрине. Жоспарда бар. Әрине. Ол неге, егер барлығы жақсы болса, ол ой маған мүлдем келмейтін еді. Неге десеңіз, қазіргі уақыт міне уже көктем айы басталды, құрылыстың сезоны басталды. Ондай кезде жаңа бірден бір бізде цемент жетпейді, газоблок жетпейді, тағы да басқа да құрылысқа қатысты материалдар жетпейді. Сол енді қаншама алпауыт жаңа зауыттар бар. Қазақстанның бүкіл өңірлерінде бар. Енді солар жаңағы материалды уақытылы қоймаған кезде, дұрыс бермеген кезде, кешіктірген кезде ойлайсың. Осыған күнімді қаратпай, өзімді ашалам ғой деп, өндіріс ашсам ғой деп. Өндірістің өзі мүлдем бөлек кәсіп та. Иә, әрине. Бұл жерде бағаны өзің қоясың. Қандай баға қойсаң да жаңағы нарық конкуренцияны ғана зерттейсің, болды. Енді алпауыттар азғы болады ғой негіз, қалайда өндірушілер. Енді мысалға өткенде Ташкентке сапарлатып барғанбыз, көрме болған. Көрмеде заводтарды аралап, кафель завод, басқа да завод. Жері де соншалықты 80 соттық, шамамен 1 гектар жер. 1 гектар жерде қалғаны сырье, құм, топырақ, тас біраз жерде жатыр. Қалған заводы бір 2000 квадрат, даже 2000 квадраттан аз ғана 2-1 станок тұр араластыратын, линиясы ғана тұр. Содан қарадық та, бізде енді қазба байлық бар, жер тау тасымыз бар. Соны қарадым да, мынау тұрған мына 2 зат қана екен ғой, Қытайдың станогы ғана екен. Неге өзімізге аспасқа деп бір ойды бір түртіп қойдық. Санада түртіп қойдық. Ойда бар. Бұлай қарасақ, Қазақстанның қазба байлығы, жер байлығы мен Өзбекстан жер байлығын салыстырсақ, бізде әлдеқайда көп. Әлдеқайда көп, әлдеқайда сапалы. Бірақ мен бір естігенім, қызыл кірпішті дейді, күйдіретін Өзбекстаннан тасиды екенбіз. Ол жеткіліксіз болғандықтан. Жеткіліксіз болғандықтан ба, жоқ әлде оның құмының бір ерекшелігінде ма? Сапасына байланысты дейді ғой, әрбір жердің құмның құрамы, химиялық. Жоқ, енді мен өзімнің көз қарасым, енді мүмкін елдерге солай көрінуі мүмкін. Сапасы енді мысалға кафель завод айтатын болсақ, сол Ташкенттің кафелінен көрі, мына қазір бізде Талдықорғанда Қытай инвесторларының несімен, қолдауымен завод ашылып жатыр. 1,5 жылдай ма болды жұмыс істеп жатыр. Елдер сол өзіміздің Қазақстанда шыққан кафелді мақтап жатыр. Ташкент, Өзбекстанның кафеліне қарағанда. Құмы оның суды өзіне сіңіріп алады да сынып қалады дейді. Сондай айырмашылық. Өзіміздің өнімді мақтап жатыр. Бірақ бағасы біздіге қымбаттау шығады. Жақын болып тұрды да, бірақ қымбат шығады. Себеп не деп ойлайсыз? Себебі өзімізден шикізатты өндіре алмаймыз да. Оның бетінің краскасын өзіміз әкелмейміз, шетелден келеді. Қоспасын, химикатын өзімізде жоқ. Өздік құны сол себептен көтеріледі. Сол себепте көтеріледі. Тас пен құм ғана біздікі болуы мүмкін, болды. Ертең сіз завод ашсаңыз деймін да, енді өндіріс ашсаңыз, сіздікі де солай қымбат болып кетпейді ма? Жоқ, оны әрине ол бизнес план құрасыз, зерттейсіз. Себебі неге ол маған оңай, енді бір жағынан әрине ол оңай емес, бірақ оңай көрінеді. Неге десеңіз, мен затты білем, қайсы дефицит, не болмаса мына заттың қаншалықты ғұмыры бар деген сияқты. Мына зат қаншалықты құрылыста пайдаланылады, қаншалықты бұл сұраныста болады әлі деген сияқты зерттеу ой бар да. Сол себепті шикізаттың қайдан келетінін, қай жақта өндіріледі, Қазақстанның қай жерінде жасалынады, қандай заводтар бар деген сияқты жалпылама бір тұжырымдама бар. Жалпы кәсіпкер Нұртай қандай өндіріс түртіп қойып отыр екен? Енді негізі мына сол үйдің қалыбын көтеру, газоблок. Әлемде құрылыс тоқтаған емес. Иә. Бізден кейін де тоқтамайды.
демек құрылыс саласы өлмейтін бизнес болып тұр ғой. Иә, әрине. Мысалы Тамақтан кейінгі екінші тұтыну десем қателеспеймін ау. Неге десеңіз, адам бірінші баспана керек, оны жалдап тұруы мүмкін, кейін жалдап тұрған адам үй салуы мүмкін. Жаңа газоблокты ашқанға көп қаражат негіз қажет етпейді ғой. Енді әрине, мысалға мына кәсіптен бөліп берсең, әрине мына жағың арт жағың ақсақтап қалуы мүмкін да. Ол өйткені мен айтып жатырмын ғой жаңағы. Өзінен алып, өзіне салуымыз керек. Біз әлі күнге дейін сол. Өткенде күліп жатырмыз, салып жатырмыз, қашан жейміз деп. Енді әрине білінбейді. Енді салып жатқан осыншама жыл салып жатқаннан кейін бірден жемісін хоп етіп көргің келеді, асып түскің келеді, бірақ өзіне әлі салып жатырмыз. Және басқа қаладан ашып жатырмыз. Енді осы жақында басқа қаладан ашу жоспарда, уже жүзеге асып жатыр. Құрылыс жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Астана қаласында да жаңағы масштабты түрде үлкею ойда бар. Сондықтан басқа кәсіпті бастау үшін енді басқа жақтан қаржыландыру ойда бар. Және өзіміздің қаражаттан емес, енді осы уақытқа дейін мүлдем үкіметтен кредит немесе қолдау алмағанбыз. Көмек ретінде даму, жаңа бәйтерек сияқты сынды қаржыландыру орталықтарынан. Енді керісінше сол қаржыландыру орталығынан бір ой бар, ойда болып жүр. Демек қараңыз, маған қызық болып тұр да, айналымда 2 миллиард, 2,5 миллиард бар кәсіпкер шағын өндіріс ашуға ақшаны ана жақтан алуға болмайды, басқа жақтан қаржы көзін іздеймін деп отыр. Бұны қазір естіп отырған адамдар кәсіптен қашып кетеді деп ойламаймыз ба? Ой, сенің қалтанда 2,5 миллиард тұрып, сен басқа жақтан инвестор іздеген қалай болды деген сияқты ой келмей ме? Ол мен жаңа айттым, ол басқа сала деп. Жоқ, әрине мен енді одан алмай жатырмын дегенім, осы салаға қатысты біз помещение алып жатырмыз. Басқа қаладан жаңағы складымен, тупигімен жаңағы вагон кіретін сияқты база алып жатырмыз. Сондықтан ол ақшасы өзінде. Айналымда жатыр. Сіздер қазір тек қана жаңағындай көтерме офтым беріп жатсыздар. Дүкен ашу ойларыңызда бар ма? Дүкен ашу ойда бар, Ойда бар. Ол қандай дүкен болады? Магазинді ашу ойымыз жаңа клиенттің уақытын үнемдеу болып тұр. Басқа өзіміз мысалы қазір оң жақ жағалауда орналасқанбыз, енді сол жақ жағалаудан ашуда ойда бар. Енді оның деңгейі мына 12 айдың деңгейінен соның деңгейінде ашу ойда бар. 12 ай ең үлкен. 12 ай деген жаңа құрылыс заттарын сататын дүкен. Гипермаркет. Ол тек қана бөлшектеп сату, розница. Ол жерде әрине енді маржинальность өте оларда жоғары. Басталып кетті ме жұмысы? Басталып кетті негізі. Бір сіздің кәсіпке келіп, осылай көтеріліп, қазір жоспарларыңызды айтып жатсыз, мысалы 12 ай, енді қарапайым халық үйреніп қалған дүкендер ғой, жаңағы мегастрой деген. Енді бір қарапайым адам кетіп бара жатып көрсе, мысалы 12 айда немесе мегастройды көрсе, ол үшін ол деген Марсқа ұшып барғандай бір әсер қалдыруы мүмкін да, үлкен дүкен, ойбай мынау деген, мынаны ашу, бұл деген бір дөкейлердің қолынан келеді ғой деген сияқты, сондай ой қалыптастыруы мүмкін. Енді сіздер сондай жоспар қойып істеп жатсыздар. Қазір сіздің осы сізбен әңгіме барысында ойлап отырсам, бір бәрі пошагово, бір оңай, тез-тез келіп жатқан сияқты әсер қалдырып отыр да маған. Естіп көріп отқан адамдар ойлауы мүмкін да, ойбай мынау біз былай ашсақ бір 8-9 жылда мегастрой сияқты үлкен гипермаркет ашып қояды екенбіз ғой деген сияқты. Қиындығы бар ма? Бұл бизнес жалпы негізі көбісі айтады ғой, бизнес деген ол қиын дейді да жүргізу. Біз жақсы жағын айтамыз ғой. Қандай қиындықтар болды мысалы? Енді қиындығымыз конкуренция әрине ол бірден бір баға сындыру ғой. Қиындық. Ол жаңа минусқа істеу. Әрбір жаңадан келген ойыншыны кез келген адам қарсы алып қуана, ой сен де кел екеуміз сатайық деп ешкім айтпайды, өз орнын бергісі келмейді. Сол сияқты 1000 теңге тұратын затты конкуренциямыз 990 теңгеге түсіреді. Біз аламыз да 980-ге түсіреміз. Ол 960-ға түсіреді, біз 950-ге түсіреміз. Демек ана өзі құны 1000 теңге тұратын затты сіздер аласыздар да, жаңағы потребитель дейміз ғой, сол клиенттеріңізге 950-ден сатасыздар. Төмен баға. 50 теңге өз қалталарыңыздан төлеп отырсыздар, минусқа жұмыс істеп. Бұл жаңағы
өзінің конкурентті рыноктан шығарып салу мақсатында ма, қалай сонда? Негізі шығарып салу емес, енді ол да орныққан адам, және бірден бір кетпейді ғой. Орныққан адам ол да тайталасады, баға атсамыз. Ал енді қазіргі уақытта және ол да шамамен айтқанда келіссөз ғой. Екі адам бір-бірімен келісеміз. Айтамыз, болды, қояйық. Болды, шамамызды көрдік. Ешкімде кетпейді екен бұл ойыннан. Болды, осы қаладағы осы жұмыс барлығымызға жеткілікті деген сияқты ой. Және келіспесек те, және кездесіп сөйлеспесек те, ондай ой туындайды. Болды. Орнықты, халық бізді білді деген сияқты бір тұрақты бір баға қойып қоямыз. Солай. Бұл сонда жаңағы бұрын жаңағыдай социализмде қалай болды бізде? Үкімет баға тоқтатады. Иә. Стаканың 50 теңге ма 50 теңге. Жаңағыдай елдің сол мемлекеттің қай түбіне барсаң да бұл 50 теңге сатады. А қазір нарықтық экономикада сонда бағаны кәсіпкер өзі қалыптастыра ма сонда? Жоқ, заводтың да әрине бір қойған несі болады, және шектеуі. Мынандай бағадан төмен сатпаңдар. Енді біздің Қазақстан өнім болса да, шетелден келетін де көп қой. Біз мысалға шамамен егер пайда қорланып, жаңа көрсе қызарланып, бес саусақты бірден асаймыз деп ойласақ, мына жақтағы өндірісіміз өшеді. Неге өшеді дегенде, шетелден кіретін заттың бағасы төмен кірген жағдайда. Сіздердің жаңағы құрылыс заттар деп отырмыз ғой, жаңағы цемент, гипсокартон, краска бәрі бар. Қытайдың тауарлары бар ма ішінде? Қытайдың, енді әзірге Қытайдан өзіміз кіргізіп жатқан жоқпыз, бірақ үлкен поставщиктерден аламыз. Жалпы менің өзімнің естуімше, кез келген кәсіпкерлерден жаңағыдай естіп жатам, бізде көбінесе жаңағыдай производство, өндіру ашылады. Мына тұрған стол болсын, мебель болсын, басқадай бір өндірістер ашылады. Белгілі бір уақытта олар жабылып жатады, себебін сұрасаң айтады. Мен мынаны өндірген кезде бұл себестоимость жаңағыдай 100 мың теңгеге шықты дейді. Қытайдан осы 50 мың теңге кіргізіп келеді дейді, жолмен бәрімен. Сіздердің салаларыңызда Қытай солай нарықты жаулап жатқан жоқ па? Мысалы, Кнауф Қазақстандық деп отырсыздар, иә? Қытай солай жаулап жатқан жоқ па бағамен? Жоқ, негізі ауыр заттан гөрі енді бұл қай сала дегенде Қытайдың заттары жаңағы шуруп, плоскогубцы немесе жаңағы саймандар, инструменттер дейді ғой, шуруповерт. Сондай заттар Қытайдікі әрине Ресейдікіне, басқаныкіне қарағанда нарықты жаулап тұр. Ал мынандай үлкен зат, енді үлкен заттың салмағы да ауыр, оны тасымалдауы да ауыр. Конкуренцияны тек Қытай ондай беріп тұрған жоқ, конкуренцияны тек бізге Ресей ғана беріп тұр. Демек, Қытайдан құрылыс затын кіргізу кішкене қиынырақ болып тұрмыз ба? Тек ұсақ зат қана тиімді, ұсақ зат. Демек, ертең сіздер бір өндіріс ашсаңыздар, сіздер қорықпайсыздар, иә? Қытай кіріп келді. Біз бірінші осы жердегі жаңағы өндіріс ашатын болсақ, осы бірінші өзіміз отырған өңірді зерттейміз, кім бар, қандай адамдар бар, қандай бағамен сатып жатыр. Одан кейін барып, жаңа шетелде егер сырт жақтан ашылып кеткен жағдайда, мысалға, әрбір жерде бізде де мысалы экспорт бар, бізде де импорт бар ғой. Сол себепті жаңағы зерттеп қараймыз, сырттан кіріп кеткен жағдайда не істейміз, қандай баға қыламыз. Мына доллар көтерілгеннен кейін көтерілді ме товардың бағасы? Әрине. Көтерілді ме? Ал егер Кнауф Қазақстанда өндіріп тұрса, неге көтерілді екен? Шикізаттар, жаңағы қағазымыз, бізде қағаз жоқ. Гипсіміз, тасымыз, қоспамыз өзімізде болуы мүмкін. Связующий дейді, ол байланыстыратын, бір-біріне клейлейтін, олардың бәрі шетелден келеді. Жалпы бизнес бойынша қосымша бір оқулар оқыдыңыз ба? Шетелге барып болсын, систематизация болсын, бизнес жүргізу болсын, маркетология болсын, қосымша білім алдыңыз ба? Жоқ, негізі өзім зерттеймін кез келген саланы. Оны қойып отқан сұрағым былай ғой, сіз айттыңыз, бізде ақшаның көбісі товар қалпында тұрады деп. Ақша товарға айналды деген сөз, ол айналым тоқтап тұр да, пока ана товар өтпейінше. Егер ол жылдам өтіп кетсе, ол жақсы. Енді біз қазір үлкен компанияларды білеміз, максимально нелердің складтарын азайтып. Мысалы, Тим Кук, қазір Apple компаниясында тұрған, соны Стив Джобс әкелген кезде оларда өте көп складтар болғанда, сотканың детальдер, камерасы болсын, бетіндегі әйнегі болсын, анасы болсын, процессор болсын, өте көп мөлшерде складтарда тұратын. Тим Куктың ең алғашқы жеткен жетістігі Apple компания үшін складтарды азайтқан. Ол азайтып 3-ке әкелген, 2-ке әкелген, соңында вообще складты жоқ қылған. Точно вовремя дейді ғой, кайдзенде негізі философиясы ғой, Японияның.
точно вовремя дейді, сұраныс болған кезде қамтамасыз ету. Сіздерде бұл жүйе кіргізу мүмкін ба? Егер бұл жүйе кірсе, сіз ана товарда жатқан ақшаны алып, жаңағы сырттан инвестиция іздемей, жаңағы блок шығаратын заводыңызға соны салып жүруге мүмкіндік бермес пе еді деген сұрақ туындайды. Енді біздікі олай болмайды ау деп ойлаймын. Мүлдем келмейді ау деп ойлаймын. Себебі енді ондай тәжірибеде біздің клиенттерімізде бар. Мүлдем жаңа бір-ақ адам не астында көлігі жоқ, не склады жоқ, жаңа сіз айтқан сияқты түгі жоқ адам. Бірақ интернетке жаңағы қойып қояды объявление, болды. Біздің жаңағы көтерме бағадан сәл ғана қосады да, заказ қабылдайды да, бір газель нанимать етеді, жалдайды да, клиентке жеткізіп береді. Сол себепті мен ойлаймын, енді біздің система, енді білмеймін, мүмкін қателесетін шығармын, бірақ біздікі келмейді қалайда деп өзімнің ойым. Себебі оның жолы бар. Россияда мысалы қазір 2 аптада келеді. Вагондардың өзі 2 аптада келеді. Алматының, мына тұрған Алматының өзінен 1 аптада келеді, вагонның өзі. Ал машиналар жаңағы жүк көліктері 2 күн, 1 күнде келеді. Сол сияқты уақыт бар да. Қазір уақыт тапшы ғой, бәрі объеммен істеген адам. Сіздерге склад керек, складта тұру керек. Тұру керек, иә. Ол енді бір жағынан клиентті тарту ғой. Егер сіз мен қазір үлкен объемдан, mesela Хайвилл тағы да BI групптар маған келіп, сенде мынандай объем бар ма деп көрсететін болса, мен оны сурет сызып бере алмаймын. Иә, мен қойып беремін деп мен көрсетемін. Жаңа мен әрине ол 4-5 ЖК-ның объемы деп айтпаймын, бірақ әзірге оның бір 1-2 айдың көлемінде жұмыс істейтіндей объемы әзір менде тұрады. Алып кететін болса, анау егер нақты алатын болып жатса, мен тағы да үстіне әкеле беремін деген сияқты жоспармен ұстаймыз. Жаңағы BI Group, Хайвиллмен жұмыс істедік дедіңіз, Символмен жұмыс істедік. Клиент өздеріңіз іздейсіздер ма? Иә. Ұсыныс жасайсыздар? Коммерциялық ұсыныс жасайсыздар. Басқа компаниялар не қылмады ма сонда? Әрине конкуренция болды. Енді қызық жайттар, енді Астанаға келе салған кездегі Хайвиллмен жұмыс істейтін кезде, ол жерде мүлдем российский гипсограмдар кіріп кеткен. Кнауф жоқ. Енді Хайвиллдің үйін білесіз, бағасы қандай. Содан біз айттық, келдік, не Астанаға жаңадан келген адамбыз. Сіздер бағаларыңызға сай, Хайвилл деген атқа сай болу үшін мына арзан материалды істемеулеріңіз керек. Мысалға мен егер қабырғаңыз қопарып қалып, егер ары қарай қопарғым келетін болса, репутацияңыз түсіріп, онда айта аламын. Ал сіз өзіңізге сенімді болсаңыздар, біздің затты алыңыздар деп, сондай ұсыныспен келгенбіз. Сөйтіп ойланып, бұл бір түрткі ой болды. Одан кейін жаңағы баға жөнінде, ол кезде енді келе салған жылы Хайвиллмен жаңағы отношения істеу үшін ғана 0-ға жұмыс істедік. Пайда көрмей. Пайда көрмей. Әкеліп тастадық, түсірдік, жеткізіп бердік. Жалпы бұл пайда көрмей жұмыс істеу бизнестегі жаңағы маркетингтің бір түрі ғой енді. Иә. Бұл жүйе дұрыс жүйе деп ойлайсыз ба өзіңіз? Енді осы кәсіпте жүрсіз ғой. Сіздің кәсібіңізге бұл жұмыс істеп жатыр, иә? Белгілі бір мөлшерде сіз пайдаға шықпайсыз, бірақ долгосрочный перспективада сіз үлкен жаңа клиент табасыз, иә? Жалпы бұл система бизнесте жалпы дұрыс система ма? Басында әрине дұрыс система. Басында кез келген бизнес енді 1 жылда ақтайтын бизнес болады, 5 жылда ақтайтын бизнес болады, 10 жылда ақтайтын бизнес болады. Біздікі енді шамамен 5 жыл. Дұрыс система деп ойлаймын, себебі сіз бәрібір рекламаға жасамасаңыз, рекламаға, маркетплейсқа, жаңағы басқа да платформаларға шығындалып салмасаңыз, ол жұмыс бәрібір жүрмейді. Сондықтан әйтеуір бұл өз-өзін жапқан болатын болса, өз ақшаңды сақтап қалдың деген сөз. Айлықтың сыртында, айлықтың сыртында жаңағы өзіңнің товарын саттың. Ол сенің келешек бір үлкен, бұдан да үлкен объемға, үлкен көлемге жету ойыңызда болады. Мен мысалға өзіміздің менеджерларға айтам, бір клиент келді ме, 1 штук алса да, сен оның 1 штук 1000 теңгеге зат алған адам болса, сен оған миллион зат алған сияқты қарым-қатынас жасаңдар. Менде неге деп айтуым мүмкін, 1000 теңге ғана алып тұр емес пе? Алады кетіп қалады. Жоқ. Ол адам мүмкін қарапайым адам, ол кісі әшейін келді, 1000 теңгеге алды да ертең үй салайын деп жатқан шығар, мүмкін магазин салайын деп жатқан шығар. Біздің қарым-қатынасты көреді біріншіден, және бағаны көреді, сервисті көреді. Оны айтты, бітті. Адам қалыптасады. Клиентке жұмыс істедік. Жалпы сіздің өзіңіздің істеп жатқан кәсібіңіздегі қазір жасалып жатқан жүйе өзіңіздің көңіліңізден шыға ма? Бизнес жүйесі, структурасы жалпы. Ол мен қазір сізбен әңгімелесіп отқанда түсінгенім, сіз сырттан бір бизнес структура енгізбегенсіз. Иә.
таза өзіңіздің жаңағы жүріп өткен жолыңыздағы алған тәжірибеңізбен істеп жатсыз. Көңіліңізден шыға ма? Жоқ. Енді қалай көңілден шығатын қылып істеу керек? Енді ойда бар, бір адам алып жаңағы системаға келтіру, жаңағы барлығын қадағалайтын. Енді ол системаға қашан келем дегенде, енді масштаб жасаған кезде сол системаға бәрібір келетін ойым бар. Сізде компьютерға енгізілмеген, иә? Или енгізілген ба? Енгізілген барлық компьютермен. Компьютермен қалап отырсыз. Значит, система бар ғой сізде? Система бар, иә. Сіздерге жұмысқа келу үшін қандай адам келу керек? Бір маман болу керек бол міндетті түрде? Жоқ. Бірінші кадрдан адамгершілікті іздейміз. Жаңағы артық адамға жаңағы ішімдік сондайдан таза болса деп ойлаймыз. Бірден бір. Жұмыскерлеріңізді жыл сайын қажылыққа жібереді екенсіз, иә? Иә. Ол кезекпен ба, жоқ әлде жаңағы кім жақсы жұмыс істейді сол бара ма, қалай болады? Енді ол намазхандардың арасында. Намазхан деген не ол? Намаз оқитындар. Намаз оқитындар, намазхан деп айтады, иә? Енді қалғандары намаз оқымаса қажылыққа бармайды, иә? Енді ол бір жағынан қалай айтайын? Бір жағынан бір насихат шығар. Соған қарап, мысалға Алматыда бар адамдар 10 адам оқитын болса, сол 10 адамның ішіне жеребепке тасталынады. Бір жылда мысалға 3 адам. Ол қайта-қайта бір адамға түсе берсе қалай? Жоқ, ол 3 адам болды, бармайды. Бір барған адам ол келесі жылы қатыспайды, қатыспайды. Енді бір арман орындалып тұрған компанияның арқасында. Ал қалған 7 адам, оның үстіне тағы да 7 адам болмайды. Себебі егер жаңағы басқа адам намаз оқымайды, егер намазға келмей жүрген адам болатын болса, ол ойланады, опа, мен де оқиыншы. Жаман емес қой. Бір жағынан демалам, бір жағыма өзімнен жақсы дейді да. Ол адам саны бір жаңа 7 болып адам үшеу кеткеннен 4 болып қалған жоқ, керісінше қосылып адам саны көбейді. Енді қараңыз, қажылыққа жүріп жатсыз. Айналымында 2,5 миллиарды бар Нұртай қандай да бір әлеуметтік жоба асырды ма? Халық үшін, ел үшін? Иә. Қандай әлеуметтік жоба жасадыңыздар? Енді 2018-де Алматы облысы Ашыбұлақ деген ауылда мешіт салдық. 2018-де? 2018-де. 4 жыл алдында? Иә. 2020... Ол кезде жасыңыз қанша деді? Ол кезде жасым 2004 жыл болмаса 22-де. 22 жасыңызда сіз Алланың қалауымен ауылыңызға мешіт тұрғызып бердіңіз, иә? Әулетімізбен бірігіп, 2021-де медресе салдық. Сол мешіттің жанынан қыз балалар оқитын медресе салдық. Одан кейін 2021-де өзіміздің ауылымызға арка салып бердік. Әлеуметтік жобалардан, иә. Ары қарай да жалғастыра бересіз, қолыңыздан келіп тұрсыз. Енді айтпайтындар да бар, айтылатындар да бар. Үлкені. Енді негізі исламда айтады ғой, сол қолыңмен алғанды оң қолыңмен берген сол қолың көрмесін деп. Негізі бұлай мақтан үшін айтып отқан жоқпыз, көрермендерге айта кетейін деген. Бұл бауырымыздың істеп жатқан жұмысы, кәсібі, елге, жерге деген өзінің бір патриоттық сезімі, басқадай халыққа үлгі болу мақсатында айтып жатырмыз. Теріс түсініп қалмаңыздар. Жаңа жасын бекерден сұраған жоқпын, ол кезде жасыңыз нешеде болды деп. Жасы 22-ге келгенде мешіт тұрғызбақ тұр ғой, үйленіп өзінің өмірін жолға сала алмай жүрген азаматтар да көп. Сол азаматтардың ойланып, өз өмірін қолдарына алып, етек жеңін жинап, нақты бір қадамдар әрекетке жасауға осындай жас буынның, кәсіпкерлердің өмір жолы, кредасы, философиясы әсер етсін деген тұрғыда айтып жатырмыз. Бүгін мынау біздің жаңа Қазақстан деген подкастқа келіп интервью бергеніңізге өте сізге үлкен рахмет айтамыз. Іштей бір өзімнің азаматтық пікірім ғой. Бізде өндірушілер көп болса екен деген ойда. Сол өндіруші боласыз ба деп сұрағанда сіз ол жоспарда бар дедіңіз. Сол жоспарыңыз орындалсын. Бір емес бірнеше өндірісті аяққа тұрғызсаңыздар. Жалпы кәсіпкердің көбеюі ол мемлекеттің экономикасының тұрақтылығының көрсеткіші. Егер бір мемлекетте кәсіп көп ашылмаса, ол мемлекеттің экономикасы тұрақсыз болып есептеледі.
демек бұл біздің қазіргі таңдағы экономикамыздың тұрақталуы, кәсіпкерлікке жасалып жатқан мүмкіншілік, осының бәрі тұр. Енді осыны пайдаланып ары қарай жұмыс істей алмасақ, ол өзімізге өзімізге сын. Енді алдағы уақытта тағы да Нұртай мырзаны шақырамыз. Қай уақытта шақырамыз? Ол дүкенін ашылғаннан кейін, жаңағы завод аяққа тұрғаннан кейін тағы да бір шақырып, өздеріңізбен тағы да бір Нұртай бауырымызды жүздестіреміз. Мен өте қуаныштымын. Қазақтың осындай жас азаматтары. Енді былай қарасаңыз, Нұртай бауырым ол медийный адам емес та. Ол бір рекламаға жұмыс істеп жүрген, ол бір жанына бір вайнерлерді, блогерлерді жинап, мен мынандай мешіт тұрғызып жатырмын, мен сөйтіп жатырмын деп бәріне реклама жасатып жүрген жоқ. Бұл былайша айтқанда жаңағыдай медийный адам болуға тырысып жүрген адам емес, бұл қарапайым кәсіпкер. Әрбір қазақ Нұртай бауырымда қарапайым кәсіпкер болсын. Еліміз өркендеп өсе берсін, Нұртай бауырларымыз көбейе берсін. Жалпы енді кәсіпке келейін деп жүрген азамат болсын, азаматша болсын, жас болсын, орта буын болсын, үлкен буын болсын, не істеу керек? Кәсіпке қалай қадам басу керек? Қорқынышын қалай жеңу керек? Өз тарапыңыздан бір лайфхак айтып берсеңіз. Енді мен айтатыным, енді қазіргі уақытта негізі білімге әрине көңіл бөлу керек. Негізі білімнің уақыты сияқты енді. Бір IT, және бір нәрсе ойлап табу. Негізі қазір соған келе жатыр ғой бәрі. Біз мысалға, мен ойлаймын, біздің балаларымыз біздің осылай қиналып күн түні кәсіпкер болып жұмыс істегеннен кейін олар мына жұмыс істемейді-ау деп. Қаншама жұмыс қалдырып кетсек те, керек емес ол маған деп айтатын сияқты көрінеді. Себебі қаншама қиындық, күн түн таңертең кетеміз, түнде келеміз. Бір демалысымыз бар, болды, оны ұйқымен өткіземіз, біраз уақытын семьямен өткіземіз. Сол сияқты көрген уақытта, енді қазіргі уақытта білімнің уақыты деп ойлаймын. Білімді шыңдап, жаңағы басқа да кітаптарды оқып. Қазір жазылған кітаптар өте көп қой. Біреудің, енді мысалы кітап жазу әлі ерте шығар бізге, бірақ 30-40-қа жақындаған шағымда мүмкін тәжірибемді айтып жазып қалатын шығармын деп ойлаймын, бірақ әлі ерте шығар. Сондықтан айтатын кеңесім жастарға кітап оқу керек, жазылған біреудің тәжірибесі. Әрине біреудің тәжірибесі біреуде кездеспейді, мүлдем кездеспейді. Шынымен де. Ол біреудің қателігін адам көрмей, өзі көрмей түсінбейді. Біреудің әрине оққаннан кейін бірақ түсінесің, мынау сондай болған екен, болмаса солай жету керек екен деген бір алдыда бір жоспар, сызба, план, бір нұсқа болады. Сол себепті қазіргі бәрін көңілді білімге қою керек. Одан бос уақытта жаңағы кез келген жұмысқа. Бізде ойлаймыз ғой, мен бітіріп алайын, потом күтіп отырам, миллион айлық табатын жер іздеймін, 500 мың айлық алатын жер іздеймін деп отырмау керек. 80 мың теңге алсын, 40 мың теңге алсын, ол мәселе бірінші өзің ішіп жемін, ол бөлек әңгіме, одан кейін берілетін тәжірибе бөлек. Кез келген нәрсеге оқып жүріп кірсең, ол саған тек жолың мен тамағыңа ғана керек болады. Онсыз да енді әке-шешеміз бізді елден қалмасын деп киіндіреді, елден қалмасын деп оқытады. Соған сай енді ол білімге құйған ақша әке-шешеміз құйып жатыр әзірше кішкентай кезде. Ал енді біз тек жатқан тұрғанымызға ғана ақша тауып, соны дұрыс жаратып, білімге жаратып, кез келген жерге мамандығымызға сай тәжірибе барып өтіп, тегін болса да, сол жерден тәжірибе алып, структурасын түсініп, кәсіпке деген көзқарасты солай ашу керек деп кеңес беремін. Кәсіп істеу үшін бірінші зерттеңіз. Зерттеу керек, оқыңыз, білім жинаңыз. Егер жас болсаң, үйленбеген болсаң, бәрін тастада білегіңді сыбанып, тегін болса да жұмыс істеп тәжірибе жина деп отырсыз ғой. Рахмет. Алла берекеңізді арттырсын. Рахмет. Өсе беріңіздер. Аман болыңыздар.